Қаншер жануарларды ойласақ, көз алдымызға бірден аңшылық жасап, азық іздеген жыртқыштар келеді. Бірақ табиғаттың бұдан да қараңғы жағы бар. Мен айтып отырғандар шын өмірдегі құрбан іздеген қылмыскерлер, яғни адамдарды жылдар бойы нысанға алған, қанға малынған, аты аңызға айналған жануарлар. Кейбірі тұтас ауылдарды қырды, кейбірін аңызға айналған аңшылар қуып жүріп өлтірді, ал кейбірі әлі де көлеңкеде жасырынып жүрген болуы мүмкін. Ең бірінші мен тарихтағы ең қауіпті 6 жануардың біріне кіретін қаншерлер ішіндегі ең аты шулысы чампават жолбарысынан бастайын. 20 ғасырдың басында бірнеше жылдың ішінде бұл ұрғашы жолбарыс Непал мен солтүстік Үндістанда 436 адамды өлтірген. Оның шабуылдары Непалдың тау бөктерінде басталған. Ол суға келіп жүрген, не жұмысқа кетіп бара жатқан ауыл тұрғындарын нысанға алған. 200-ден аса адам өлтірген соң Непал армиясы іске кіріседі, бірақ олар жолбарысты өлтіре алмайды. Тек елден қуып шығуға мәжбүр болады. Жолбарыс Үндістан шекарасынан өтіп, Чампават ормандарына бет алды. Ал шабуылдар бұрынғыдан да күшейе түседі. Адамдар үрейленді. Бұл жолбарыс түнде тысада тығылып шабуылдайтын әдеттегі жыртқыш емес еді. Ол күндіз ауылға емін-еркін кіріп келіп, адам сүйреп алып кететін. Ал тірі қалған басқалары есіктерін тарс жауып жасырынатын. Күнделікті өмір тоқтап қалды. Сол кезде британдықтар аты аңызға айналған аңшы Джим Корбетті шақырды. Ол кейін адам жегіш аңдарды аулауда танымал болады. Бірнеше күндік ізденістен кейін Корбет 16 жасар қыздың денесін табады. Ол орманға сүйретіліп әкетілген екен. Қыз қалдырған ізді қуып отырып, көп ұзамай ол ақыры жолбарысты тауып атып өлтіреді. Зерттеу кезінде жолбарыстың мұндай мінезінің себебі белгілі болады. Жоғарғы оң жақ азуы жартылай сынған, ал төменгісі түбіне дейін мүжілген екен. Мұндай жарақат жолбарыстың табиғи жемін, яғни бұғы, қапан сияқты жануарларды ұстай алмайтындай еткен. Ол аштан өлмеу үшін бейімделуге мәжбүр болды. Сондықтан орманда қашып құтыла алмайтын, тісі мен тырнағы әлсіз, қорғансыз адамдарды нысанға алды. Адам жұмсақ, жеңіл олжа. Міне сондықтан жануар адам жегішке айналған. Алайда Чампават жолбарысы рекорд иесі болғанымен, ол қаншерлер тізімінде жалғыз емес еді. Бірнеше жылдан кейін Үндістанның басқа өңірінде басқа жыртқыш адам аулауға кіріседі. Ол Рудра Праяктың леопарды. 1918 бен 1926 жылдар аралығында бір ғана леопард Гималайдың солтүстік етегіндегі ауылдарды қорқынышта ұстады. Бұл оқиға жабайы, иесіз далада емес, қасиетті ғибадат жолының бойында, ауылдар мен қасиетті орындарға жақын жерде болған. 8 жыл бойы адамдар күн батқан соң жолға шығуға қорқатын. Шабуылдар әрдайым түнде болды. Ауыл тұрғындары есіктерін бекітіп, тыныш отыратын. Өйткені бұл аң орманда тығылып жолдан өткен адамды күтпейтін. Ол балшық қабырғаларды бұзып, шөп шатырларды тесіп, адамдарды төсегінен сүйреп әкетіп жеп қоятын. Ресми өлім саны 125 адам, бірақ жергілікті халық бұл сан әлдеқайда жоғары болған дейді. Көптеген құрбандар шалғай ауылдарда тұрғандықтан, олардың өлімі тіркелмеген. Бәрі Бенджи ауылындағы әйелдің өлімінен басталған. Ал кейінгі жылдарда шабуылдар сол үлгіде жалғасқан. Адамдар із-түзсіз жоғалып отырды. Іздеу топтары қан іздерін, киімнің жыртылған бөліктерін, сүйектерді тапқан, бірақ леопардтың өзін ешкім таба алмады. Британ билігі барлығын байқап көрді. Қақпан, күзет, тіпті қарулы сарбаздарын жіберді. Бірақ леопард бәрінен құтылып отырды. Соңында тағы да Джим Корбет шақырылды. Ол жаңағы Чампават жолбарысын өлтірген аңшы. Корбеттің өзі бұл леопардты ең айлакер, ең ақылды жыртқыш деп атады. 10 аптаға созылған аңшылық басталды. Корбет орманда түнеді, ізсіз кеткен жолдарды қуды. Суық түндерде де аңдып отырды. Ақыры 1926 жылдың 2 мамырында ол леопардты атып өлтіреді. Ол дені сау, шамамен 2,5 метрлік ірі еркек леопард еді. Ешқандай жарақат, ауру немесе кәрілік белгілері болмаған. Сонда неге ол адам етін жеуге көшті? Корбеттің ойынша бұған себеп 1918 жылғы тұмау пандемиясы еді. Сол кезде тұтас ауылдар қырылып, ормандарда көміліп үлгермеген мәйттер көп қалған. Леопард адамдардың етін сол кезде жей бастаған, ал кейін тірі адамдарды аулауға үйреніп кеткен. Адамдар мәйттерді көмуге үлгермей қалды, және бірнеше ай бойы адам денелері ашық далада шіріп жатты. Сол кезде әлі жас болған леопард адам етінің жеңіл олжа екенін үйренген. Кейін індет басылған соң адамдарды аулауға кіріседі. Енді Африкаға көз салайық. Рузузи өзені мен Тангайка көлінің солтүстігінде көптеген жылдар бойы айтылып келе жатқан бір құпия аңыз бар. Бұл аңыз ерекше қолтырауын жайлы. Оның есімі Густав. Густав кәдімгі ніл қолтырауын емес. Ол нағыз алып, шамамен 70 жаста және әлі де өсіп келе жатыр деп есептеледі. Кейбіреулердің айтуынша оның ұзындығы 6 метрден асады, салмағы 900 келіден жоғары. Егер бұл рас болса, ол тарихтағы ең үлкен ніл қолтырауыны, тіпті әлемдегі ең ірі қолтырауындардың бірі болар еді. Оны алғаш рет 1990 жылдары француз герпетологы Патрис Фейзерт деген. Алайда жергілікті халық Густавпен әлдеқайда бұрын таныс еді, және бұған толық негіз бар. Аңызға сенсек, ол 200-ден астам адамды, кей деректерде тіпті 300-ге жуық адамды өлтірген делінеді.
Нақты санын ешкім білмейді. Өзен жағасында қанқұйлы айқай естілсе, ешкім денені санауға тырыспайды. Бәрі судан қашады емес пе? Густавтың ең қорқыныштысы оның өлмейтіндей әсер қалдыруы. Оған бірнеше рет оқ атылған, денесінде 3 оқтың ізі және иығында ескі ауыр жара бар, бірақ ол бәрінен аман қалған. Енді өлді-ау дегенде ол әр жолы алып, үнсіз күйінде қайта пайда болып, жоспарын жүзеге асырып отырды. Ал кейде ол өлтірген адамдарын тіпті жемейді де, жай ғана өлтіріп қайып болады. Мамандардың пайымынша, Густав кәдімгі қолтырауындар сияқты балық не антилопа қумаған, өйткені ол үшін өте ірі болған. Оның нысанасы баяу қозғалатын ірі жануарлар, су сиыр буйвол және ең оңай олжа адам. 2000 жылдары National Geographic тобы оны ұстауға тырысады. Олар арнайы 9 метрлік болат қақпан жасады. Ішіне шіріген ет, тіпті тірі жануарлар қойды. Инфрақызыл камералар орнатты. Бәрі бекітілді. Бірақ Густав торға түспеді. Кішкентай қолтырауындар кіріп шығып жүрген, ал ол келмеген. Соңғы мүмкіндік ретінде олар қақпан ішіне тірі ешкі қойды. Түнде дауыл соғып, камера істен шықты. Таңертең ешкі жоқ. Тор зақымданған, ал Густав ізім ғайым жоғалып кеткен. Ол өлді ме белгісіз. Бірақ осы өңірде тұратын адамдардан сұрасаңыз, бәрі бірдей жауап береді. Олар әлі күнге дейін суға ұзақ қарап тұрады. Өйткені Густав әлі тірі болуы мүмкін. Енді елестетіңіз, бір ғана леопард бүтін аймақты үрейде ұстап, бір ғана қолтырауын адамдарды суға барудан қорқытса, екеулеп бірге адам аулайтын жыртқышқа қалай қарайсыз? Келесі кейіпкеріміз Цавоның адам жегіш арыстандары. 1998 жылы Кения мен Уганда арасындағы теміржол құрылысы екі арыстанның кесірінен тоқтап қалды. 9 ай бойы бұл жалы жоқ екі алып еркек арыстан Цаво өзенінің маңындағы лагерлерді торуылдап, түн ішінде жұмысшыларды шатырларынан сүйреп әкетіп отырды. Жұмысшылар түрлі амал қолданды. Қалың тікен қоршаулар салды, алып оттар жақты, бірақ шабуыл тоқтамады. Бұл арыстандар кездейсоқ олжаны қуған жоқ. Олар жоспарлы айлакер аңшылар еді. Түн сайын соққы жасап, ақырында үрейленген жұмысшыларды құрылысты тастап кетуге мәжбүр етті. Теміржолдың бас инженері лейтенант полковник Джон Генри Паттерсон арыстандарды өз аулауға бел байлады. Айлар бойы сәтсіз қақпандар мен қауіпті кездесулерден кейін ол бірінші арыстанды 9 желтоқсанда атып өлтірді. Екіншісін өлтіру бұдан да қиын болды. Ол бірнеше рет оқ тисе де өлмей, 20 күннен кейін ғана құлайды. Ал өлгендердің саны қанша еді? Паттерсон 135 адам деп мәлімдеген. Бірақ қазіргі зерттеушілер нақты саны 28 бен 31 аралығында болған дейді. Алайда рас саны ешқашан белгілі болмайды. Неліктен бұл арыстандар адам етін жеуге көшті? Бір нұсқа бойынша сол жылдары ірі қара обасы жайылып, олардың табиғи жемі ірі аңдар қырылып қалған. Басқа дерек бойынша арыстандар құл сауда керуендерінің мәйіттерін жей жүріп, адам етіне үйренген екен. Сондай-ақ арыстандардың бірінде ауыр тіс инфекциясы болған анықталған. Бұл оған қалыпты олжа ұстауға кедергі келтірген. Қай себеп болса да, бұл екі арыстан тарихтағы ең атышулы жыртқыштардың бірі болып қалды. Бүгінде олардың бастары мен терілері Чикагоның Филд музейінде сақтаулы. Адам мен табиғат арасындағы күрестің үнсіз, бірақ мәңгі куәгері ретінде тұр. Кезекті сұмдық ақш-та болды. Бұл тарихтағы ең қорқынышты әрі ең әсерлі оқиғалардың бірі. 1916 жылдың жазында шығыс жағалауды шарпыған аптап ыстық пен полио індеті кезінде адамдар салқындау үшін Нью-Джерси жағажайларына ағылды. Бірақ демалыстың орнына олар қорқынышқа тап болды. Бар болғаны 12 күннің ішінде бірнеше акула шабуылынан 5 адам жараланып, олардың 4-еуі қаза тапты. Бүкіл ел шошып қалды. Оқиға 1 шілдеде Бич-Хейвенде басталды. 25 жастағы Чарльз Ван Сант кешкі ас алдында суға түсуге шешім қабылдайды, бірақ жағалауға қайта оралмайды. Көп адам бұл оқиғаны кездейсоқтық немесе басқа жыртқыштың ісі шығар деп мән бермеді. Алайда 5 күннен кейін Спринг-Лейкте тағы бір шабуыл болды. Бұл жолы Чарльз Брудер есімді жас жігіт ашық теңізге жүзіп шыққан болатын. Құтқарушылар оны қайыққа тартып шығарып үлгерді, бірақ оның аяқтары жұлынып кеткен және ол жағаға жетпей қансырап өлді. Бірақ нағыз сұмдық 12 шілдеде басталды. Оқиға жағалаудан 30 шақырым ішкері Матауан Крик өзенінде болды. Айналасы тыныш ауылдар мен үйлерден тұратын тар әрі жартылай тұщы суда. Бұл теңіз емес, тіпті тұзды суда емес. 11 жастағы Лестер Стилвелл достарымен бірге суға шомылып жүргенде, су бетіне белгісіз бір нәрсе көтеріліп, баланы төменге сүйреп әкетті. Оның денесін іздеп суға сүңгіген Стэнли Фишер есімді ересек ер адам да сол акуланың шабуылына ұшырап, сол күні жарақатынан көз жұмды. Бірнеше минуттан кейін ағыстың жоғарғы жағында тағы бір бала, 14 жастағы Джозеф Дан тістеліп тірі қалды. Бұл күтпеген шабуылдар бүкіл елге сенсация болып тарады. Паника жайлап, жағажайлар жабылды. Су бойында қарулы күзетшілер жүрді. Акула истериясы басталды. Көп ұзамай шамамен 2-3 метрлік үлкен ақ акула ұсталды. Оның асқазанынан адам қалдықтары табылды. Көпшілігі бітті, сол жыртқыш екен деп сенді. Бірақ ғалымдар бүгінге дейін бұл рас па жоқ па деп дауласады. Себебі ақ акулалар тұщы суда өмір сүрмейді.
Ал жалпақ тұмсықты акула керісінше тұщы суда жақсы бейімделген. Олар теңіз бен өзен арасында мекендей алады. Сондықтан көптеген ғалымдар 1916 жылғы шабуылдардың себебі үлкен ақ акула емес, керісінше жалпақ тұмсықты акула болған деген пікірде. Енді елестетші, егер адамдарды жейтін екі аяқтылар бар болса ше. 1900 жылдардың басында Үндістанның Майсор ормандарында біртүрлі және қорқынышты оқиға орын алды. Ауыл тұрғындары жоғала бастады. Кейбірі орманнан қанға боялып, беті мен денесі жыртылған күйде әрең тірі қалатын. Басында ешкім түсіне алмады. Жараларды жолбарыс, леопард сылғанға ұқсамайды. Себебі тым ұсқынсыз, тым жабайы еді. Соңында шындық белгілі болды. Бұл салпы ерін аю болып шықты. Бір қарағанда бұл қорқынышты естілмеуі мүмкін. Салпы ерін аюлар әдетте жеміс, жәндік жейді. Сырт көзге сәл күлкілі көрінеді. Бірақ егер ондай аю жарақат алса, немесе ашуланса, ол жылдам әрі аса күшті және қатыгез жануарға айналады. Бұл аю дәл сондай еді. Жергілікті халық оның аңшылардың оғынан жараланғанын, немесе орманнан қуылып, мекенін жоғалтқанын айтқан. Қай себеп болса да ол ақылынан адасты және енді тамақ үшін емес, ыза мен өшпенділіктен шабуылдай бастады. Ол адамдарды жеп қана қоймайтын, кейде жай бет-ауыздарын жыртып, бас терісін жұлып, сосын орманға сіңіп кететін. Аман қалғандар денесі жаралы, жаны күйзелген күйде өмір бойы зардап шекті. Бұл аю сырттай сүйкімді көрінгенімен, ол табиғатта жолбарыспен көрші өмір сүріп, өз ұрпағын қорғау үшін өте агрессивті болуға мәжбүр. Бұл жануар кемінде 12 адамды өлтіріп, ондаған адамды жаралаған. Ауылдарда оны ібіліс аю деп атаған. Адамдар орманға баруды қойды. Егіндері жайына қалды. Себеп нақты еді. Соңында Британ билігі аты аңызға айналған аңшы Кеннет Андерсонды шақырды. Ол жабайы, қауіпті жануарлармен талай бетпе-бет келген адам болатын. Бірақ бұл жағдай өзгеше еді. Андерсон орманды күндер бойы шарлап, аюдың қанды ізімен жүріп отырды. Ақыры орманның қалың тұсында ол аюмен шайқасқа түсіп, атып өлтіреді. Бұл жай ғана жыртқыш емес еді. Бұл адамның қатыгездігінен туылған, жара мен азаптан айуанға айналған тіршілік иесі еді. Сол үшін ол Майсордың адам жегіш аю деген атпен мәңгі есте қалды.